Ертең болашақ құдағаймен кездесеміз. Иә, Майра, сен бүгін ертерек үйге барып дайындал, жақсы. Жолға қарасайшы, былай тұршы, біз асығып келеді. Балам, асықпа, үлгереміз. Не болды соншама асығып? Қара бұны. Ал, саламатсыз ба? Өзіңіз күшті әйел екенсіз, ал істеңіз наннан. Иә, жақсы. Енді баламыз аяқ астында үйленем дегенсің, біз онша қатты дайын емеспіз, соны сізге айтайын деп едім ғой мен. Ну, я не знаю, менде бұл жалғыз қыз, поэтому ана сүті, қалың мал 3 миллион, обязательно алтын. Бриллиант маған сақина, либо сырға. Ну, алтын обязательно болу керек. Болашақ құдағай, қалың малыңызды шамалы түсірсеңізші 1 миллионға дейін, ондай ақша бізден қайда? Ал, ұрлап кетсекші, біз не істейміз онда? Ұрлап кетсек, қыздарын ешқандай қалың малда ештеңе болмайды. 2 жас бір-бірін жақсы көреді. Сен де ұлым бір жалғыз үйдің бір жалғыз қызын алып, енді не істейміз, а? Қазір маған кредит одобрить етсе екен, пожалуйста, енді мына 3-ші банк. Заявканы мен жібердім, мына қағаздарға қолдарыңызды қоя қойыңыз, одобрениені 15 минуттай күтеміз. Сізге одобрение келді. Құттықтаймын, 6 миллионыңызды ала қойыңыз, және де мына қағаздарға қолдарыңызды қойыңыз. В общем, басты қатырмасын, қалың малды 1 миллион қылып береміз, қайтара жүрмейді шығар енді, жұрттың көзінше. Не десе де ойдес. Енді бастап кететін ремонтымыз бар, тойға алатын заттарымыз бар, алтындарымыз бар, және балдардың фотосессиясы бар. Балам, мына бөлмені ремонтын дұрыстап жаса, біз ақшасын төлеп жатырмыз. Бұл жастардың бөлмесі болады. Менен күшті қоржынды ешкім жасамайды. Осында 2 әдемі картинаны жасадым, тәттілерін толтырдым. Мынаны өзіме алып қалайыншы жеуге. Пакеттерім қайда? Бұны пакетпен жабу керек қой. Ұмытып кеттім ғой әбден. Ал, мінекей, осындай, может быть, заказға алып бизнес бастап кетерім, а? Апа, давай қызға комплект алайық, сырғасы мен сақинасы, а шешесіне тек сақина алайық. Мало что она хочет. Главное, алтын болса бол емес пе? Иә, но әдем бағасы қанша? 500 мың. 500 мың? Не дейді?